Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен молекула аралық байланыстарға тапсырма жасаймыз. Бірінші тапсырма. Бізге 4 органикалық қосылыс беріледі. Біріншісі бутан. Екіншісі метил пропан. Үшіншісі хлор бутан. Және 2 хлор метил пропан. Осы 4 органикалық қосылысты қайнау температурасының өсу ретімен орналастыруымыз қажет. Біріншіден біз бұл органикалық қосылыстардың молекула аралық күштерін анықтайық. Бутанда бізде тек қана Ван дер Вальс күштері бар. Ал метил пропанда, егерде бутанмен салыстыратын болсақ, Ван дер Вальс күштері бұнда да. Алайда бутан мен метил пропанның айырмашылығы оның тізбектілігінде. Яғни бутан бір тізбектің бойында орналасқан органикалық қосылыс, ал метил пропан бізде тармақталған. Екеуінің де электрон саны бірдей болғанымен де бұндағы айырмашылық олардың жанасу нүктесінде. Бутанда бізде 4 жанасу нүктесі бар. Нүктесі, ал метил пропанда максималды 3 жанасу нүктесі болады. Келесін қарайық. Хлор бутан бізде Ван дер Вальс күшінен бөлек бұнда тұрақты диполь бар. Яғни молекула аралық күш тұрақты диполь. Яғни қосылыс бізде полярлы. Бұл полярлық бізде органикалық қосылыстың құрамында электр тестілігі жоғары хлор атомының болуына байланысты. Ал 2 хлор метил пропан бұл да бізде полюсті қосылыс. Бұнда да молекула аралық күштердің ең мықтысы тұрақты диполь. Екеуінің енді айырмашылығы, электрон санында айырмашылығы жоқ, себебі негізгі органикалық қосылыстың мұнда бөлігі бутан, метил пропан, екеуінде де электрон саны бірдей. Алайда хлор бутан бізде бір тізбектің бойында орналасқан органикалық қосылыс, 2 хлор метил пропан бұл бізде тармақталған қосылыс. Сондықтан жанасу нүктесі азырақ. Осыған байланысты, яғни хлор бутанның жанасу нүктесі жоғарырақ көбірек болғандықтан, оның 2 хлор метил пропаннан қайнау температурасы жоғары болады. Тізбекте орналасқан тармақты. Енді жалпы тек Ван дер Вальс күштері бар қосылыстармен тұрақты диполі бар органикалық қосылыстардың айырмашылығын салыстыратын болса, қайнау температураларын әрине тұрақты дипольдің тартылыс күші мықтырақ. Сондықтан тұрақты диполі бар органикалық қосылыстар, егерде электрон сандары бірдей болатын болса, яғни өте жақын болатын болса, онда ол Ван дер Вальс күштерінен әлдеқайда жоғары болады. Сондықтан да біздегі 2 соңғы мысал, яғни хлор бутан және 2 хлор метил пропан, ол алғашқы 2 органикалық қосылыстың қайнау температурасынан олардығы жоғары болады. Сонда төменгілерінің ең мықтысы бұл хлор бутан, сонда ең жоғары қайнау температурадан бастайтын болсақ, хлор бутан, одан кейін 2 хлор метил пропан, содан кейін бізде Ван дер Вальс күштері бар. Бұл бутан және метил пропан екеуінен әрине 4 жанасу нүктесі бар және бір тізбекте орналасқан бутан болғандықтан, 12 метил пропаннан жоғарырақ болады. Бутан және ең қайнау температурасы төмен және молекула аралық күші әлсізі бұл метил пропан. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. 2 органикалық қосылыс берілген бутанон
және пентен. Осы екі қосылыстағы молекула аралық байланысты анықтауымыз қажет. Бутанонның құрылысын салатын болсақ. Яғни бұнда карбонил тобы бар. Екінші көміртекте басқалар бізде сутек. Дәл осындай екінші бутанон салатын болсақ, әрбір бутанон молекуласында бізде карбонил тобының болуына байланысты бұнда өте жоғары полюстілік пайда болады. Оттектің электр терістілігі көміртекке қарағанда жоғары болғандықтан электрон тығыздық мына қос байланыстың оттекке қарай ығысады. Сондықтан оттек бізде ішінара теріс зарядталады. Көміртек ішінара оң зарядталады. Көршілес жатқанда оттегіміз бізде ішінара теріс, көміртегіміз ішінара оң зарядталады. Соның нәтижесінде екі бутанон молекуласының арасында осы көміртек және оттектің арасында бізде өзара тартылыс күші пайда болады. Бұл тартылыс күші тұрақты диполь. Енді екіншісін қарайтын болсақ, пентен құрылысын салайық. Пентеннің қос байланысын біз бірінші көміртекке қояйық. Басқалары сутек. Екі пентеннің арасында бізде тек қана Ван дер Вальс күштері пайда болады. Яғни бұл Ван дер Вальс күші ненің себебінен көміртек бізде ішінара теріс, сутек ішінара оң, мұнда да көршілес сутегіміз ішінара оң, көміртегіміз ішінара теріс. Сонда сутек пен көміртектің арасында тартылыс күші. Бұл Ван дер Вальс күштері. Сондықтан да тұрақты диполь мен Ван дер Вальс күштерін салыстырғанда, әрине тұрақты дипольдің тартылысы мықтырақ, және де оның қайнау температурасы жоғарырақ болады. Және де бұл молекулалар бізде полюсті болып келеді. Ал пентен кез келген көмірсутек сияқты бізде полюссіз қосылыс болып табылады. Үшінші тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырмада бізде үш органикалық қосылыс беріледі. Бұл метанол, екіншісі метан және метаналь құрылыстарын салатын болсақ, енді осы үш органикалық қосылыстың қайнау температурасы кімде жоғары, яғни өсу кему ретімен орналастырайық. Бірінші, молекула аралық күштерді анықтаймыз. Бізде егерде мына екі молекула метанолды салатын болсақ, оттек, сутек. Оттектің электр терістілігі жоғары өте, ішінара теріс, сутектікі ішінара оң. Мұнда да дәл сондай теріс және оң. Оттек пен сутектің арасында бізде сутектік байланыс, яғни молекула аралық сутектік байланыс туады. Ал метан мен метанның арасында біз көмірсутектерде әдетте Ван дер Вальс күштерінің бар екенін айтқан болатынбыз. Ван дер Вальс күштері. Ал метаналь, бұнда да ерекшелігі карбонил тобы бар. Карбонилде оттегіміз ішінара теріс зарядталады, көміртек ішінара оң. Екінші молекуланы салатын болсақ, бұлда да көміртек ішінара оң, сутек, оттек ішінара теріс. Көміртек пен оттектің арасында молекула аралық күш бізде тұрақты диполь. Мұнда тұрақты диполь болғандықтан, тұрақты диполь бізде Ван дер Вальс күшіне қарағанда күштірек, алайда сутектік байланыстан әлсізірек болады. Сондықтан ең күшті молекула аралық байланыс бұл метанолда, себебі бұнда сутектік байланыс бар. Екінші орында тұрақты диполь болады, ол бізде метаналь молекуласында, және үшіншісі ең әлсізі бұл метанда. Үшеуін өсу ретімен кему ретімен орналастырсақ, метанол жоғары болады,
Одан кейін екінші орында метаналь, және ең әлсізі метан. Сонымен оқушылар, бүгін біз сіздермен молекулааралық байланыстарды салыстыруға, олардың қасиеттерін болжауға тапсырмалар орындадық. Бұның барлығы біз алдағы теориялық сабақта қарастырған болатынбыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.